Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы сендермен мен Данияр. Достар, бүгінгі санымызда біз ағылшын тілінде Infinitives without to деп аталатын ереже жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ол дегеніміз ағылшын тіліндегі кез келген етістікті to сөзінсіз қолдану болып табылады. Бірінші жағдай after modal verbs, модалды етістіктерден кейін келетін негізгі етістік өзі ғана жазылады. Яғни to сөзін қолданбаймыз. Мысалға, I can cook, мен тамақ дайындай аламын, can бізде модалды етістік. She will arrive, will бізде қайтадан модалды етістік. Екінші жағдай, ағылшын тілінде let, make, help сөздерімен қатар қолданылатын етістіктердің алдына to сөзі қойылмайды. Help-тің let мен make-тен айырмашылығы, help қолданылған жерде біз етістіктің алдына to сөзін қойсақ та болады, қоймасақ та болады. Let me introduce myself, маған өз-өзімді таныстыруға рұқсат бер дейді. Let ережеде келген сияқты, және introduce негізгі етістігінің өзі қойылады. She didn't let me go, ол мені жібермеді. Өткен шақта. It makes me cry, бұл мені жылатады. Make ережеде келген сияқты, cry негізгі етістігі. Және соңғы сөйлем. Can you help me to move my stuff? Немесе Can you help me move my stuff? Жоғарыда айтқанымыздай, help сөзі қолданылған жерде біз етістіктің алдына to сөзін қойсақ та болады, оны тастап кетуге де мүмкіндік бар. Менің заттарымды жылжытуға көмектесіп жібересің бе дейді. Үшінші жағдай would better, would rather than құрылымдарымен бірге біз to сөзін қолданбаймыз. Бұл жерде D әрпі бізде would деген сөзді білдіреді. Мысалға алатын болсақ, I would better go, маған кеткенім дұрыс болады дейді. Go өзі ғана жазылуда. Екінші мысал, you would better learn English, саған ағылшын тілін үйренген жақсырақ болатын еді дейді. Үшінші мысал, I would rather keep calm than regret afterwards, маған кейін өкінгенімнен гөрі қазір сабыр еткенім дұрысырақ дейді. Екінші құрылым кезінде біз бір іс-әрекетті екінші бір іс-әрекетпен салыстырып, оның қайсысы жақсырақ екендігін меңзейміз. Достар, бүгіндікке осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да өзекті тақырыптар жайлы әңгімелейтін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше